Негізі сондай кезең болады өзі. Просто көп нәрсені көңіліңізге алмауға тырысыңыз. Болады ғой, сөз болсын, басқа болсын, шуым болсын, барлық нәрсені өткізіп жіберуге тырысыңыз. Бәрі жақсы болады. Жігіт сүйген алады, қыздар. Жігіт жақсы көрсе бар ғой, жердің түбінде болсаң да сен суырып тауып саған үйленеді. Басқасына бас қатырмай қойыңдар. Это не проблема, айырылысып кеттім деген. Иә, бір күні Алматыға съемкаға барсам, бір актер ағай айтып тұр: сен соны әйелің емессің бе, қалай күйеуге шығайын деп жатсың деп. Масқара дедім. Соны ақкөкем айтатын, Нартай ағам айтатын еді, сөйтіп айтады біз деп сенбейтін едім. Біздің жанымыз құмырсқаның жанымен бірдей-ақ қой негізінде ше. Құмырсқаны басып өлтіріп кете саласын, адамды кез келген уақытта жоқ болып кете салады. Сол үшін бір-бірлеріңе бүйтіп қатты жаманшылық тілемей-ақ қояйық та. Көп нәрсені кейінге шегере беремін да, сол жаман қасиетім. Қайын сіңілі деген бар ғой, жеңшесіне ше өте жақын болу керек қой, жанын түсініп, соған жанына жалау болып, бәрін мысалға мамасының қандай, не жақсы көреді, не жек көреді деген нәрселерін түсіндіріп серік болатын адам ғой. Рахмат, азиз мехмандар. Таза шымкентскийсің деп айтады да. Қазақстанды былайнан келгенде ұстап тұрған шымкенттіктер ғой. Маған да дәл сөйтіп Алматының бір ішінде арамдық тола сұмпайы бір баласы айтқан: адамнан зәбір әр қалада көре бересің ғой. Жақсы адамдар да бар, әр қалада жаман адамдар да бар. Не жамандық көрді бізден? Түсінбеймін, осы бар ғой, сендерді бейшараның жарым-жарты көңілмен келеді ғой. Келін деген сол кезде бүйтіп қолдау көрсетіп жүруге болмай ма, или құл келді деп до конца давить ету керек па, осы ше. Аясаңдаршы қыздарды. Я помню это чувство. Біз кішкентай кезімізде өскенге дейін бізге ұрсып қалса болды, мені асырап алған деп ойлайтын еді ғой. Тура сол сияқты болып отырсың ғой сен. Мынаның өзі өнер емес па, құрсын-ау. Қайта мұрным бітеліп қалатыр. Жаман. Тұмау деген мені қаяқтан іздеп тауып ала беретін, қайдам? Америка. Бірге қырынамыз. Вот осы сөзді көрсем құсқым келеді. Дүйше деген сөз болмайды вообще. Жеңеше болады. Дүйше деген де сөз болмайды. Жеңеше, жеңше, жеңге, жеңеше деген сөз болады. Осын біліп алыңыздаршы, немене біле. Негізі біз сын көтере алуымыз керек. Егер кейде минусымызды айтып жатса, сол минусымыз бойынша өзімізді түзеуге жұмыс істеуіміз керек. Бірақ не всегда жақсы кеңестерді алуымыз керек өзімізге. Білмеймін, негізімен қалай түсінесіздер, отбасының арасына араласа алмаймын никак, бірақ ұру деген кішкентай кезімізде мамамыз ұратын еді ғой. Одан үлкен ұру деген, ол білмеймін, миыма қонбайды, мен шын айтамын. Вообще қызықпаймын, посудаға қызықпаймын, алтынға қызықпаймын, хотя анау қысырға мынандай тағатындар мыңы түр, білмеймін, вообще таққым келмейді. Қысып жіберемін, бәрін шешіп тастаймын, қайтадан түсіп. Ешқашанда қолыңыз жетпеген нәрсеге көңіліңізді түсірмеңіз. Егер сізге Алла оны бұйыртпаса, одан да екі есесін бұйыртады, Құдай қаласа. Сол нәрсені ұмытпаңыздар, көңіл күйлеріңізді түсіре бермеңіздер, бәрі жақсы болады. Кейбір отбасыларда болады, бірінші келінін жібергеннен кейін, екінші келінді алғаннан кейін оны да жіберсе, олар өздері қарабет болатын біледі. Сондықтан екінші алған келіндердің көттеріне деп кіріп отырады, содан кейін бақытты қылған сияқты болып көрінеді. Просто у меня гитлерские планы. Я рұқсат етеді, ондай нәрсеге түсіністікпен, барлық нәрсеге түсіністікпен қарайды, Құдайға шүкір. Енем де, күйеуім де, бәрі. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін жалпы ешкім тойға да концертке де барған жоқ деп ойлаймын. Потому что мертвый сезоны болып тұр ғой қазір. Білмеймін, қай уақытта қызығатынымды ше, жұрттардың бәрі қызығып атады осы. Прямо қатты ондайда емеспін, бірақ көп нәрсені көңіліме алмаймын. Айтса айта берсін, жүрсе жүре берсін, басым қатырмаймын, неге. Бірақ сыйлайтындар сыйлаймын. Я вообще на русском да тоже могу общаться, и на английском.
How are you? I'm fine, thank you. And you? Түрікше насылсыңыз, iyi misiniz? Біз көп ұлттымыз. Жоқ болса құрысын әлі 128.647 жігіт кездеседі уайымдама. Мен айтты дейсің ғой. Сол кезде мен вспомни. Толып кетсем бопты, солып кетпесем болды да главное. Мендеше всегда өтпелі кезең болған сияқты, потому что мен сәл андай трудный ғой негізі мінезім. Негізі тіпай ашулана бермейді. Болмайтын нәрсеге, барлық нәрсеге адекватны қарап, кейбіреулер болады ғой, әр нәрсеге дей беретін, ондай емес. Сәл ренжісең деп қалсақ күле саламыз. Адамдар бірден байып кетуі мүмкін, бірден кедейшілікке ұшырауы мүмкін да, сондықтан бүйтіп теріп санасудың қажет жоқ деп ойлаймын. Әркім теңесіп кетеді барлығы. Жағдайлары асып тасып атқанда жігіттер болуы мүмкін, бірақ ішкі жан дүниесі шірік болып шығуы мүмкін да. Сол үшін оған да қарау керек. Өз мнениеңді любой момент айта алатындай болуың керексің ғой негізінде. Кейде мынандай болады. Кейде жігіттер қыздың әке-шешесінің жағдайына, қыздың жағдайына қарап, күшік күйеу болып өзінің жағдайын ғана ойлап, сол мақсатпен оны алуы да мүмкін. Ондай да болады өкінішке орай ше. Просто бір нәрсе айтайыншы қыздарға, мысалға күйеуге шықпай жатқан кезде мінезіңді, сен болмысыңды жігіт қабылдайтын болса, үйленетін кезде сенімен әңгімесі дұрыс болатын болса, сол болды главный. Оны тоқтатамайсың ғой. Ликвидировать етіп жібересің ғой жігітті, жоқ қылып жібересің да. Оттаған біреу да уақыттың болса мұзға кетіп отыр. Бос кетіп отыр. Бос деген түсінесің ба? Бос, әшейін. Удалить надо. Любите жизнь, любите себя, любите всех, короче. Ешқашан мұңаймаңыздар, все будет хорошо. Ешкімге ұқсауға тырыспаңыздар, бәрі жақсы болады, уақытты бағалаңыздар. Негізі Инстаграм деген нәрседен көп келіншектердің, көп қыздардың несі бұзылады деп ойлаймын. Психологиясы. Мысалға, жағдайы жетпейтін адамдар болуы мүмкін, жағдайы жететін адамдарға Инстаграмда қарап, бүйтіп, ой деп күшті жерлерде жүргендерге қарап, қызығып, көңілі түсіп, сондай болуы мүмкін. Бірақ адамдар, мен сіздерге айтайын, өз өмірлеріңіз жақсы көріңіздер, өздеріңіз жақсы көріңіздер, потому что көп бұлай білетін мен историялар бар да, жағдайлары шіріп айналып кеткен, бірақ отбасылық бақыт деген жоқ. Бала бақыты бар болса да, баласының бақытын білмейтіндер көп, бір-бірін сыйламайтын жастар көп, просто для Инстаграма вид жасап түсе беретін. Так что өздерің барларыңызды бағалаңыздар. Сіздерде қайта күшті деп айтқым келеді. Я вас всех люблю. Мен сіздерге бір жақсы нәрсе айтайын бар ғой. Адам өзінің қалаған нәрсесін жасау керек. Не надо кому-то что-то доказывать просто. Ешкімге өзің жаныңа не келеді, бір барлық общий бір жерде бір билегің келеді ма, биле, бірдеңе сөз айтқан келеді ма, айт, күлгің келеді ма, күл. Бірақ бәрі по мерам да, бірақ біреуге доказать етіп, ертең мен мынандай болуым керек. Өз-өзіңді ғана, өз-өзіңе ғана вложение сал, өз-өзіңді ғана несте ал. Біреудің көңіліне қарап, или біреуге жағынам деп өмір сүрудің қажет жоқ. Өмір бір-ақ рет беріледі. Сол үшін барлықтарыңыз тек өздеріңізге қана жұмыс істеңіздер. Біреудің мнениесін маған бит қарақ қалады, ит қарақ қалады. Любой адам сізді қандай күйіңізде осылай бар күйіңізде қабылдайды, осылай бар күйіңізде жақсы көреді. Сол кезде ғана сіздер бақытты бола аласыздар.